Қажымұқан Мұңайтпасов әлемдік аренаға шыққан қазақтың тұңғыш палуаны, дүниежүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі, бірде бай оны ат-шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар жауып, ат-шананы тарта алмай зорығы бөледі. Қажымұқан ойланбастан атты шөптің үстіне лақтырып тастап, шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Қажымұқан күрес өнерін өзінің туысы Ержақ палуаннан үйренеді. Кейін Санкт-Петербургтегі атақты Лебедевтің палуандар мектебінде әбден шыңдалып толысады. Осы кезде даңқы жер жарған Иван Поддубныймен достасады. Алекс Аберг, Збышко Цыганаевич, Иван Шемякин сияқты орыс, поляк және Қара Ахмет, Мұстафа атты түрік палуандарын жеңіп, әлемге аты әйгілі болады. Жапон палуаны Саракаки Жиндафуды джиу-джитсу күресі әдісімен жығады. 1917 жылғы қазан төңкерісінен соң Қажымұқан туған елі Қазақстанға оралады. Ел жұртты аралап әртүрлі ойындар көрсетеді. Ұлы Отан соғысы жылдарында қартайғанына қарамастан палуандардың ойындарын өткізіп, жинаған ақшасына ұшақ жасатты. Оған ұшқыш Шалабаев ие болып, талай ерліктер көрсеткен. Қазір Шымкент облысы Темірлан ауылында Қажымұқанның мұражайы бар. Қажымұқан атамыздың бойында қандай ізгі қасиеттерді байқадыңдар? Палуан болу үшін адамға тек қана дене күшінің болуы жеткілікті ме? Неліктен? Қандай адамдардың бойындағы ізгі қасиеттерді үлгі тұтасыңдар? Өз бойларыңдағы ізгі қасиеттерді қандай дұрыс әрекеттер арқылы дамытып жүрсіңдер? Құрметті оқушылар, осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Егер сіздерге бүгінгі ақпарат ұнаса, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басып қолдай кетіңіздер.